Сәлем достар, бүгін біз сіздерге One Piece анимесінің Marineford атты аркасын қысқаша сіздерге жеткізетін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Біз видеоны бастаймыз. Арка басталғанда Эйстің қалай Беларусьтың пираттық командасына қабылданған жайлы көрсетіле бастайды. Сөйтіп, соғыс басталып, Беларусь өзінің кемесімен тура алаңның ортасынан пайда болады. Беларусьқа чечебукайлар шабуыл жасай бастайды, және де Беларусь бұл шабуылдардың барлығынан қорғанады. Сосын алаңға Эйстің бауыры Манкиде Луфи келіп, бар дауысымен Эйс деп айғайлай бастайды. Бұны барлығы естиді. Луфи тікесінен Эйске қарай барады және жолынан кездескендердің бәрін көттерін айырады. Сосын Хэнкок Эйстің қолында тұрған Кайрасики кісенінің кілтін Луфиға береді. Және де сосын бір далбан Беларусьтың жүрегіне қылыш тығып алады. Және де бұның бәрі вахуй болып қалады. Сосын Гарп өзінің немересі Луфидің періп келе жатқанын көреді. Және бұны әскерлер де көреді және оны атқысы келеді. Бірақ та оны Хэнкок тоқтатады. Сосын Гарп Луфиді ұрайын дегенде естеліктері есіне түсіп кетіп, өзін ұрғыза салады. Сосын барлығы босанып жерге қарай құлап бара жатады. Ал мистер үшінші өзінің ағасы мистер екіншінің айтқанын есіне түсіріп, оларды құтқару үшін кілт жасап береді. Барлығы оларды жеңілді, өлді деп ойлайды. Бірақ та соғысқа Роджердің ұлы Эйс қосылады. Баги өз түрімен бүкіл стримді жауып тұрады. Ей, Петер! Түрің құрсын! Сенің орнығына мал құрады. Бар жоғылар! Луфилар жаудан сәтті қашып бара жатқан кезде Акайну Беларусьті боқтай бастайды. Братишка, көтіңді қыз, денеңді боста, сігіл. Сөйтіп екеуі төбелесіп кетеді. Әрине, оттан лава мықты болғандықтан Акайну жеңіске жетіп, Эйс талып қалады. Сөйтіп Акайну ампиып тұрған Луфиді өлтірем дегенде оны Эйс өз денесімен қорғап қалады. Және де бұдан барлығы вахуй болып болады. You see how I'm better off all by myself. Don't feel kinda empty without somebody else. So I hear you crying out for help, but you never showed for me when I was ringing your cell phone. No, you don't know how it feels to be alone, baby. Oh, I'll make you know, I'll make you know. Сөйтіп соғыс аяқталып, Беларусь соғыста қаза табады. Ол өзінің мансабында ешқашан жаудан қашпағанын, арқасында ешқандай шрамы жоқ екенін деп дәлелдеді. Сосын Луфиді осындай су асты кемесі бар атомдық балнартер біреу өзінің жаңадан қарсыласы болсын деп Луфиді өзі құтқарып алады. Сосын соғыс алаңына Шанкс келіп, соғыстың аяқталған туралы барлығын айтады. Бірақ та барлығы Шанкспен шайқасқылары келмеді. Сондықтан да барлығы үйлеріне қайтып кетті десе де болады. Шанкс Беларусь пен Эйстің денелерін қуыршақ ретінде пайдаланбау үшін өзіне алып кеткісі келді. Оған басында қарсы болғанмен соңында Шанкс сұрап тұрғандықтан денелерін береді. Осылайша One Piece анимесінің Marineford атты аркасы аяқталды. Тағы да қандай анимелер шығарайын? Сіздер айтыңыздар, мен соны шығаруға тырысамын. Видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар.